Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Күллі мақтаулар мен мадақтар әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағалаға болсын, оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Аллах Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Қиямет күніне дейін ізгілікте ізінен ереуші үмметтеріне, сіздер мен біздерге Алланың мейірімі жаусын ағайын. Рамазан айы ардақты пайғамбарымыз сипаттағандай, басы рахмет айы болатын болса, ортасы кешірім айы, соңы тозақтан құтылатын ай. Басындағы 10 күндікті өткіздік, енді міне ортасындағы 10 күндіктеміз. Алла Тағала ұстап жатқан оразаларымызды қабыл етсін. Күнін оразамен, түнін құлшылықпен өткізетін осы қадірлі де қастерлі айды Алла баршамызға берекетті етсін. Бұл айда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерекше құлшылыққа кірісіп, басқа айлардағы қарағанда бұл айда көбірек құлшылыққа белін бекем буатын дейді сахабаларымыз. Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кешірім сұрағаны соншалықты бір күнде 100 рет Алладан истихфар етіп тәубе етем дейді. Алладан кешірім сұрап, оған тәубе етем дейді. Бір хадисінде 70-тен астам дейді. Енді адамға дереу ой келеді. Истихфар ету, Алладан кешірім сұрау, тәубе ету күнә істеген пенденің тірлігі ғой деп. Пайғамбарымыз күнәдан пәк болған, алдыңғы артқа күнәсі кешірілген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сізбен бізге үлгі болу үшін күніне 100 рет десе, бір хадисінде 70-тен астам истихфар етем, Алладан кешірім сұрайым дейді. Айша анамыз да түні бойы тұрған, құлшылық етіп тұрған пайғамбарымызға жаны ашып кетіп, сіздің алдыңғы артқы күнәңіз кешіріліп қойды емес па? Неге өзіңізді осынша қинайсыз деген кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, енді мен шүкір ететін пенделерден болмайын ба деп. Яғни Аллах Тағала мені сондай мейіріміне бөлеген болса, күнәмді кешіріп қойған болса, арқаны кеңге салып, емін еркін жүрмей, сол жеңілдігіне Аллаға шүкіршілік етпейін ба деп құлшылық етіп жатырмын деген екен. Демек пайғамбарымыз шынында да алдыңғы артқы күнәлары кешірілген. Олай болса неліктен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соншалықты құлшылық етіп жатыр деген Айша анамыз тарапынан қойылған сұраққа не деп жауап берді? Мен шүкіршілік ететін құлдардан болмайын ба деді. Неліктен олай болса сұрақ туындайды? Неліктен истихфар етті 100 рет, 70-тен астам рет тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап жатыр? Менің ойымша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сізбен бізге үлгі болғысы келді. Себебі Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала усватун хасана дейді. Көркем үлгі дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды. Сол үлгі екендігін пайғамбарымыз тағы бір дәлелдеп кетті. Күнә жасамаса да истихфар ету үлгісін сізбен бізге үйретіп кетті. Ал енді әрқайсымыз дәл осы уақытта өзімізге сұрақ қояйық. Күніне неше рет истихфар етеміз? Күніне неше рет Алладан кешірім сұраймыз? 5 уақыт намазын оқып жүрген кісілер мүмкін екі жаққа сәлем бере салысымен намаздан кейін астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп 3 рет истихфар айтатын шығар. Таңда 2 рет сәлем беріледі, сүннеті бар, парызы бар. 5-інде 3 рет, 2-інде 1 рет, ақшамда 2 рет, құптанда тағы 3 рет. Сонымен бір ары кетсе 13 рет истихфар айтатын шығар. Мейлі 15 дей қояйық. Әрқайсында 3 реттен болғанда 45 рет истихфар айтып жатырмыз күніне. Ол да болса арнайы отырып Алладан кешірім сұрау истихфар емес. Жаттанды болып қалған, екі жаққа сәлем бере салысымен жасайтын истихфарымыз. Сол үшін де бұл истихфар деген нәрсе жаттанды болмау керек. Шынайы болу керек. Шынайы Аллах Тағаладан жүрекпен кешірім сұрау керек. Истихфар бұл күнәға белшесінен батқан
адамның істейтін ғана тірлік емес бұл. Истиғфарды құлшылықтың ең жоғарғы деңгейі деп бағалайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі истиғфар ететін, Алладан кешірім сұрайтын. Сол үшін құрметті жамағат, көрермендер, осы айда көбірек Алланың кешіріміне бөленуге тырысуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадисі адамға қатты ой салады. Кейде тіпті осы хадисті естіген сайын, оқыған сайын ойға батасың, қатты қиналасың. Пайғамбардай асыл зат әмин деген кезде, және де ол дұғаны періштелердің мырзасы болған Жәбірейіл періште жасап атқан кезде, оған пайғамбар әмин деп тұрса, ол дұға қалай қабыл болмасын, е? Енді сол Жәбірейіл періште дұға жасап атыр. Қазақ тілінде айтатын болсақ, ол жай дұға емес, қарғыс. Рамазан айы кіріп, Алланың кешіріміне бөлене алмаған, Алланың мейіріміне бөлене алмаған адамды жүзі жеріс қаласын дейді. Яғни тозаққа лақтырылатындардың белгісі. Сол қарғысына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әмин деп, солай болсын деп құптап жатыр. Хадисте ата-анасына қатысты да келеді. Ата-анасы тірі тұрып, немесе екеуінің бірі олардың ризалығын алып, Алланың мейіріміне бөлене алмаса, және де менің атым аталып дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, аты аталған кезде оған салауат жолдамау, ол мәселесі де бар. Енді біздің бүгінгі тақырыбымызға қатысты Алланың кешіріміне бөлену осы айда. Осы айда Алланың кешіріміне бөлене алмасақ, Алланың мейіріміне бөлене алмасақ, онда періште, Жәбірейілдей періште қарғыс айтып жатыр. Ал оған әмин деп Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құптап жатыр. Қараңыз, араша түсіп жатқан жоқ. Әдетте пайғамбарымыз көбінесе үмметіне араша түсетін. Бұл жерде араша түсіп жатқан жоқ. Әмин деп жатыр. Солай болсын деп жатыр. Сол үшін осы айда көбірек Алладан кешірім сұрауымыз керек. Мына ер кісілер әсіресе, әйел кісілерден де кейінде тарауих оқып жүргендеріңіз болса, тарауих намазының арасында тәсбih тартатынбыз. Сол тәсбihде ла илаха иллаллах, настағфируллах, насәлукәл жәннәтә ва наъузу бика минан нар деп бітіретінбіз. Сол жерде ла илаха иллаллах сөзі, әрине бұл сөз бүкіл амалдарды басып түседі. Бүкіл дүние және оның ішіндегі барлық нәрсені жинап, таразының бір шетіне қойсаң, екінші бір бұрышына ла илаха иллаллахты қоятын болсаң, ол басып түседі. Асылда қасиетті кәлимамыз. Екінші айтылатын сөз қараңыз, Алладан кешірім сұрау, истиғфар ету, астағфируллах дейміз. Ары қарай өзіміз үшін жәннатты сұраймыз, тозақтан сыйынамыз. Осы төрт сөзді осы айда көбірек айтуымыз керек екен. Истиғфар ету бұл айда бізге тағы бір истиғфардың қабыл болатын уақытының мүмкіншілігі бар. Құран кәрімде «Вабил асхари хум ястағфирун» деп келеді. Мүминдерді Аллах Тағала сипаттап отыр, олар сәресінде истиғфар етеді дейді. Сухур уақытын айтып отыр. Тағы да басқа да аяттарда келеді. Енді әдеттегі уақытта, басқа уақыттарда біз сәресіне тұра бермейміз. Нәпіл ораза ұстайтын бар шығар арамызда, бірақ күнделікті емес. Ал сәресі уақыты, көбінесе ораза ұстаған адамдар ол уақытты өткізіп болмайды. Және де тәһәжүдке тұрған адамдар. Тәһәжүдке тұрған адамдар да сол уақытты өткізіп алмайды. Намазын оқиды, құлшылығын етеді, сол кезде Алладан кешірім сұрап истиғфар етеді. Ал енді оразаның уақытында барлығымыздың дерлік ораза ұстағандардың барлығы сәресінің уақытын жіберіп болмайды. Сол үшін бұл айда кешірім сұрау мүмкіншілігі бізге бар. Ол сол сәресінің уақыты ағайын. Және де бұл айда Алланың кешіріміне бөлену үшін бізге тағы бір мүмкіншілік, ол бізге ашық дұшпан болған шайтанның кісенделуі, шайтанның байлануы. Кейбір кісілер сұрақ қойып жатады, шайтан байланып тұрған болса, онда неге оразада да күнә істеп жатыр адамдар? Неге күнәға жол ашылып тұр деп?
Күнәні жасататын бізге шайтан емес, шайтан тек сыбырлайды. Оған баратын өзіміздің нәпсіміз, өзіміздің ішкі қалауымыз. Соған ерік беріп қоямыз, соны тежей алмаймыз. Сөйтіп күнәға барып қойып жатамыз. Ол мейлі Рамазан айында болсын, басқа айда болсын, ол нәпсіңіз. Тежей алмадыңыз ба, ерік беріп қойдыңыз ба, күнәға Рамазан айында да адам бара беруі әбден мүмкін. Бірақ Аллах Тағаланың бізге деген бір жеңілдігі, осы айда лағнет атқан шайтанды Алла кісендеп қойдым дейді. Яғни сізге оның уәсуәсасы жүрмейді осы айда. Оның азғыруы сізге жүре қоймайды. Себебі Алла мұъминдерге жеңілдік жасап, оның сізбен бізге деген айласын асыртқызбай қойды осы айда. Сол үшін бұл айда кешірім алудың тағы бір жолы шайтанның кісенделуі. Себебі басқа айларда мән берсеңіздер, адам бір күнәдан арылып, тәубе еткісі келіп, истиғфар ете бастаған кезде дереу шайтан мынандай ой келтіреді. Ей, қоя тұр. Кешірім сұрамай тұр. Ертең қайта істеп қоясың ғой. Бір адамға уәде беріп қойып, оны орындамасаң, ұялып жүресің, жүзің қызарып. Құдайға уәде беріп қойып, оны орындамау дегенің қиын ғой. Сол үшін уәде бермей тұра тұр. Қоя тұр. Пенсияға шыққанда, жасың ұлғайғанда, немесе тағысын тағы осы тірлікті бітіріп алған кезде деп, шайтан бізді үнемі не істейді? Азғырып жүреді. Сол шайтан осы айда кісенделеді. Сол үшін бұл айда көбірек Алланың кешіріміне, мейіріміне бөлену мүмкіншілігіміз бар. Енді Алла субханаху ва тағала сізбен бізді кешірімге бөлесін десек, бізде тағы бір мүмкіншілік бар. Ол қандай? Ол өзгелерге кешірімді бола білу. Әсіресе осы ораза айында өзгелерді кешіре біліңіз. Кешіре білсеңіз, Алла да сізді кешіреді. Оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадисін айта кетейік. Пайғамбарымыз бірде жымиятты. Не үшін жымидыңыз дейді. Әдетте олай жымимаушы едіңіз. Соншалықты қатты жымиғандығы тісі көрінген екен. Пайғамбарымыз ақылып күлмеген. Жымиятын. Қатты қуанып күлгені жымиған кездегі тісінің көрінгені дейді. Сонда ол күлгеніңізге, жымиғаныңызға не себеп болды деген кезде, мен қияметтің күні екі адамның бір-бірімен тартысып, таласып, Алланың алдында тартысып тұрғанын көріп жымидым дейді. Осындай халге де барады екен ғой адам деп. Кейін пайғамбарымыз көзіне жас алып жылай бастайды. Яғни қабағына мұң түседі. Не үшін қайғырдыңыз, о Алланың елшісі дейді. Сонда әлгі тартысып таласып тұрған адам, мынада менің ақым бар, менің ақымды жеген, құқығымды таптаған деп, сауабын талап етем деп, сауабын алып тұрды дейді. Әлгі адамның сауабы таусылды, бірақ бұның құқығы әлі біте қойған жоқ. Ақысын өтеп біткен жоқ. Менің күнәмді көтерсін деп, әлгіге күнәсін арқалатпақ болды. Сонда Аллах Тағала, ей пендем, басыңды көтер деді. Басын көтеріп қараса, жақұт маржандардан болған жәннатты көреді. Кімдікі мынау? Пайғамбардікі ма? Шәһидтікі ма? Кімдікі мына жәннат деген кезде, кім оның ақысын өтесе соныкі деді. Оның ақысы не дейді? Бауырыңды кешіре білсең, Аллах Тағала саған соны береді. Сенікі сол. Олай болса мен кештім, бауырымды кешірдім дегенде Аллах Тағала айтады екен. Сол бауырыңның қолынан жетектеп сол жәннатқа кір дейді. Сол үшін мына дүниеде біреуде ақымыз қалған болса, біреу қатты ренжіткен болса, сол сәтте кешіре алмаған болуымыз мүмкін. Себебі пайғамбарымыз шынайы сабырлық алғашқы соққыда дейді. Алғашқы сәтте ауырлау болады, ол кезде кешіре алмай тұрасың. Бірақ орын ауыстырғаннан кейін, уақыт өте келе, шамалы адам баласы басына суиды. Бұрынғыдай болмайды. Ай жарайды дейді. Әсіресе соларды осы Рамазан айында кешіре біліңіз ағайын. Шынайы Рамазан айында кешіре білсеңіз оны, Алланың сізге берері шексіз. Себебі ойлаңызшы, оны да Құдай жаратты емес пе? Ол да Алланың пендесі ғой. Сіз себепті ол тозаққа кетіп жатса, Аллаға ауыр келмейді деп ойлайсыз ба? Ол пайғамбардың үмметі болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол үшін қиналмайды деп ойлайсыз ба ертеңгі күні? Айша анамыз айтады, о Алланың елшісі, қиметті күн, сізді қайдан табамыз десе, қыл көпірдің алдында табасын, тозақтың есігінің алдында табасын. Ол жерде не жұмысыңыз бар сіздің, я Расулалла? Мен үмметіме шапағатшы етем дейді. Шапағатшылық етем дейді. Сол үшін сізбен біз себеп болып,
пайғамбардың бір үммәті қиналмай ақ қойсын. Аллах тағаланың бір құлы қиналмай ақ қойсын. Кешіре білейік. Оны кешірдік па, Аллах тағала сіз бен бізге есесімен береді. Біздің қалағанымыз не? Біреуден ақымызды алу ма? Әлде Алланың жәннаты ма? Дүниеде әйтеуір ақымызды алуға тырысамыз, бірақ қияметтің күні адам баласын тек қалайтыны ол жерде әлгі азаптан құтылып жәннатқа кіру. Сол үшін бұл дүниеде біз кешіре білсек бауырларымызды. Бауыр деген кезде тек қана өзіңіздің бір құрсақта жатқан бауырыңыз ғана емес, немесе ағайын туысыңыз ғана емес. Иннамал муъминуна ихватун дейді Құран кәрімде Аллах тағала. Шынайы мүминдер, шын мәнінде мүминдер бір-біріне бауыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әл-муъмину ахул муъмин. Мүмин мүминнің бауыры болып келеді дейді. Оның ары, оның қаны, оның малы арам бір-біріне. Яғни қол сұғу оған. Арын таптау, малын тартып алу, оның жанына қол сұғу, қан төгу арам болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін де бір-бірімізді кешіре білейік. Бауырымызды кешіре білейік. Біз кештік па, Алла субханаху ва тағала бізге есесімен береді. Осы кешірім айында мейлінше кешірімді бола білуге тырысайық.